Қайырлы күн достар, бүгін біз бауырсақ дайындайтын боламыз. Жылы сүтімізге жылы су құйып, үстіне 3 ас қасық қантымызды және дрожжымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Бетін жауып, яғни біз 5-10 минутте күтеміз, дрожжымыз көтеруі қажет. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Біздің дрожжымыз осылай болып ашиды. Ашығаннан кейін үстіне майонезімізді, тұзымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ұнды әдеттегідей електен өткізіп қосамыз. Сонда біздің бауырсағымыз үлпілдек, әдемі көтеріліп, күшті болып шығатын болады. Менде 1 сағат көлемінде қамырым жақсы көтеріліп ашыды. Осылай жақсылап илеп қойып, бетін жауып 1 сағатқа демалдырамыз. Менің қамырым осындай болып, әдемі болып көтерілді. Ұнның көмегімен жайып аламыз. Үлкен-үлкен 2 күлше шықты. Қалың немесе жұқа қылып жаймай, орташа көлемде жайып аламыз. Дөңгелек формаға келтіріп, кесіп аламыз. Қамырымызды майлыққа қойып, 10-15 минут көтерілгенше қойып аламыз. Қызып тұрған майда 2 жағын аунатып, қызартып пісіріп аламыз. Бізде осындай әп-әдемі үлпілдек бауырсақтар дайын болады. Ас болсын.